әр елдің өзінің отырықшы елдің ретіне қарай өзіне айтылатын сөздері бар. Міне осы жердегі қазақтардың арасында кімдер өтті, енді ертедегі өткендерін айтсақ, біз тойдағы жырауға олар рахмет айтып, ата басын өзінің көзіне елестеткеннен кейін рахметін айта отырады. Содан кейін мына жыраулардың әр жердегі айту мақсатында әртүрлі жағдайда айтылады. Мысалы, мынау біз ұлы жүз дейміз, орта жүз дейміз, кіші жүз дейміз. Ұлы жүз, орта жүздің дыбыстары, өлеңдері, әндері біздердің әлдеқайда бәріміз қазақ баласы болғанмен оның дыбыстары бөлекше тұрады. Кіші жүздің дыбыстары бөлекше тұрады. Соның өзінде біздің мына Қазалы Арал жағы бұл бөлек айтылады. Міне одан өте бере Бұрай Тақта көпір жағы, осыдан былай қарай кеткесін біздің Әмударияның ар жағы ол бөлек айтылады. Енді мынау Адай дейді, Гурьев ар жағы, Гурьевтен арыма қарай кеткесін Адай жырлары бұлардың дыбыстары да бөлек тұрады. Біздің мінекей Ақтөбе, Ақтөбеден бері қарай Шалқар, Шалқардан осылай айналып келіп, мына Қарездің бойына қарай кеткен жыраулардың дыбыстары бөлек айтылады. Сөздері де бөлек болады көпшілігінде де. Әркім өзінің отырған жеріндегі сөздердің бақытына қарай айтады. Не біз жаңа өлеңді өзіміз таныстырдық, халықтың кімнің келгендігін білдірдік, қыз келіншекті келеді, бәрі жиналып отырады тойда, үлкен көріністермен өзінің көңілді болып отыруына олар себепкер болады. Енді осылардың ортасында біз сонда енді кім өтті бұрында мінекей, осыны бастап айтамыз. Жарықта сәуле нұр өтті, нұрдың шарапатынан жетқат көктен жер өтті, жердің далып топырақты, адам изатты жер өтті. Жолда соның болсын деп, пендемде өсу болсын деп, жолдасқа әйел жар етті, бес намазды шығарды, жүрсін деп кетілем дәретпен. Бұл дүниядан не өттің, о, батшалы байтақ ел өтті, әуел Алла Құдайым әруақ дерді дер өтті. Арқасы менен ерлердің жайым мал шаруа күн өлтті. Алланың достым Мұхаммед 63-ке келгенде үмбетімді бұл өтті. Зұлпықарын суырған қарсыда келген дұшпанның заманасын қуырғанымызды оқып тұрғанда қапылда бір құл өлтіріп Әзірет Али шеретті жақындатып сөйлесім. Тама деген халықтан атса мылтығы өтпейтін, шапса да қылыш кеспейтін, есет деген ер өтті. Әулие өлместер едім, әмбия өлместер едім. Адай деген халықтан бекет деген бір өтті, табын деген халықтан барақ болмасау ер өтті. Әлім деген халықтан Жанқожа Есет Қыстаубай батырда болып бұл өтті. Білгір өлместер едім, бұлбұл өлместер едім. Кердерінің ішінен қызылды тілі сайраған, көңілді бүлбім қайнаған, бетіне ешкім келмеген, ұстаған жүрмен деген Әбу Бәкір бұлбұл бұлдытты. Сорадан қалған жалғансың, тіпті саған сенбеймін, несілдардан қалғансың. Етікпен бір күн су көшір, о, ерді қырсап шалғансың. Құмыра мың жыл сарп етіп, әзіреттен Нұхуттан келеді жатқан буфаны, баянсыз екен суысыған алжастың басын айтайын. Әбіл мен Қабыл екеуі ағайын екен бір туған, әзіл шайтан азғырып араға салды бір туман. Содан бері келеді бұл жүрет көш төсіп, бір-бірін бағы сыртынан. Бұл дүнияның жүзінде нешелі ерлер өткен жоқ, халық үшін шауы сырпыған нешелер шайыр өткен жоқ. Шығарған жауап ұртынан құдіреті күшті кең Алла, құдіреттің міне жараттың 18 мың ғаламды. Жаралған соң жаһанның қалбында бар мекен, о, өзгермей сірә тұрғаны.